ана саат 12-ден 15 кеткенде фонтан жабылады. Жабылады емес, тоқтайды. Абылайша Венецияның есігін жауып тастайды, ояқшы. 14-ші ғасырда Түркістан қаласы яссы қаласы болған, түгел айнала қорғанмен қоршалып, жан-жағынан кіретін 9 қақпа болған. Сол 9 қақпаның үшеуін бізде 19-ші ғасырда қалпына келтіріп көрсетіп қойған. Қожа Ахмет үлкен екі кесене тұр, біреусі үлкені Қожа Ахмет Яссауидікі, кішісі Рабия Бегім Сұлтанның кесенесі. Қожа Ахмет Яссауидің өзі 12-ші ғасырда өмір сүріп, осы жерде жерленеді. 14-ші ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен кесене бірінші ұстазы Арыстан Бабқа, одан кейін шақырты Қожа Ахмет Яссауиға кесене бой көтерген. Алдында кіші кесене ол Рабия Бегім Сұлтанның кесенесі. Ол кісі Әбілқайыр ханның 4-ші әйелі Әмір Темірдің немересі болған кісі. 4-ші әйелі болса да ханның сүйікті әйелі болып, өте ақылды кісі болады. Ханға ақыл кеңес бере отырып, мемлекеттік істерге араласып отырған. Хюррем Сұлтаннан асып түсіп басқарған кісі болған. Бірақ енді қазақтардың келіншектері мынандай көрсеткілерге кинода мома кісі көрсетіп қойған. Өзбек халқын түбімен жоятын кезде осы кісі аманат қалған негізі өзбектерді. Деп сөйтпеше бір кісіге айтсам, бәсе өзбектердің көп жүретін сол екен ғой деп қойды сразу. 19-ші ғасырда үш қақпа қорғандармен қалпына келтіріп деп жатырмын ғой. Бізде параллельно бізге бір қорған жүреді мына жердеші. 14-ші ғасырдан қалған оригинал бір стена ғана. 19-ші ғасырдың аяқ жағында түрік елінің сәулетшілері реставрация жасаған, орыс патшалығы 4 рет бомбалап ала алмаған қорған. Именно осы қорған. Орыс патшалығы. Абылай ханның киносын түсіріп жерлейді ғой Абылай хан. Тура осы қорғанның алдында жерлеп жатып түсірген кинолары көрсеңіздер сол жерде сондай. Оң жақтарыңызда үш қақпаның бірі Мүсәллә шығыс қақпасы. Мүсәллә араб тілінен аударғанда таң намазы деген мағынаны береді. 14-ші ғасырдағы кісілер таң намазын оқымай бұл қақпадан кірмеген. Сол жағымыздағы визит центр Жамбыл облысы салып берген туристер орталығы. Туристерге гид переводчик керек болса, осы жерден алады. Ішінде кішігірім музей выставкасы бар. Осы жатын өзі бізде 67 гектар жерді алады. Болашақтарына алдарыңыздан, оң жақтарыңыздан тағы да 22 гектар жер ашылады. Бұл жерде крытый музей болады. 14-ші ғасырдағы яссы қалашығын шығарып қойған жер астындағы. Осы кесенеде 21 хан, 54 батыр жерленген. Сол жақтарыңызда сол 21 ханның құрметіне қойған монумент. Ар қанатында бір-бір ханның есімі жазылып, 21 қанаты бар. Ортасындағы шпырақтың басы 300-дің басын қосқан Төле би, Айтеке би, Қазбек биді бейнелейді. Алдымыздағы тұңғыш президент саябағы, бұл жерінде территориясы үлкен 33 гектар жер бар, ары созып кетеді. Президентский парк арғы жылы шілде айында ашылғанымен, ішінде қонақ үй, ресторан, коттедж үйлер соғылған, олары әлі ашылмаған. Қырға қарай шыға береді, детский площадка, былай арт жаққа қарасаңыздар ерекше жарықтанған жер тұр. Сол айналма жолмен қырдың төбесіне шығады. Сол жерде алтын адам, тайқазан, бәйтерек түйенің монументтері бар. Соның айналасына қолдан үлкен етіп көз жасағанда сол жерде катамарандар жүреді. Оң жағымыздағы мешіт, ақ мешіт, бұны Турция президенті Эрдоган осы Түркістан қаласына тартып өтіп салып берген. 2015 жылы сәуір айында қолданысқа берілген. Алдарыңызда, оң жақтарыңызда Қызылорда облысы салып берген шығыс моншасы. Бұл монша жұмыс жасайды, күнделікті түнгі сағат 12-ге дейін. Ішінде хамам, бассейн бәрі бар. Ақшасын төлесе пилинг, массажға шейін бар. Оң жақтарыңыздағы Астана қаласы салып берген болашақта Қожа Ахмет Яссауидің музейі болып ашылады, әлі ашылмаған. Негізі Австралияда осындай Сидней бар екен, опера балеті театршы. О жерде не мағынада келтірген білмеймін. Бізде бұлай тас бар ортасында прям бейнелеп қойған, отырып намаз оқып келгенде сәждеге басы тиеді дегендей. Ол тас қазір қараңғыда көрінбейді, негізінде сол таста бейнелеп қойған. Алдарыңызда, оң жақтарыңыздағы сары ғимарат, алдымыздағы Международный интернациональный университет туризма и гостеприимства. Бірінші корпусы. Музей болып
педагог ашылады дегеннің артындағы екінші корпусы. Студенттер оқиды. Студенттер оқиды, 3 жыл болды ашылғанына, 3 курс бітті, бұл курс болған жоқ әлі.